Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үгілмелі печенье жасаймыз, яғни песочный печенье. Ол үшін бізге керек електен өткізілген ұнымызға сары майымызды қосып, бөлме температурасында жақсылап осылай ұнымызға шылап аламыз. Құмшекерімізді қосамыз, қопсытқышымызды қосамыз. Одан кейін осы бір жұмыртқамызды қосып, ұнымыз бен майымыз барлығы біріккенше осылай барлығын илейміз. Мінекей өзде үгілмелі қамырымыз дайын, ол қатты бірікпейді. Қазір осыны алып тоңазытқышқа жарты сағатқа сала тұрамыз. Сол кезде барлығы бірігіп, бір массаға келетін боламыз. Одан кейін осылай жайып алып, печеньеміздің формасын жасап, қалауларыңызша формаларыңызды қолдансаңыздар болады. Өстіп, пешімізде 180 градуста 20 минут, 15 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Негізінде әртүрлі форма қолдансаңыздар да болады, жай төрт бұрыштап кесе берсеңіздер де болады. Формамызға саламыз, үстіне жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаның өзін жаға берсеңіздер де болады. Сары боп әдемі пісу үшін. Рецептім ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын.